Хейо, бәріңе сәлем достар, сізден бірге мен Әзімхан МДV. Бүгінгі видеоға мен інім Чебурек Нұрланбек түсетін болады. Наконец-то достар, ұзақ күткен боларсыздар. Яғни, бүгін інім кез келген тамақты таңдап, белгілі бір уақыт ішінде сол тамақты жеп тауысуы керек. Егер де тамақты бітіре алмайтын болса, онда ақшасын өзі төлейтін болады. Короче, видеоның аты жеп қой немесе төле. Видеоның басы ерекше болып жатыр ма достар? Қазақстанның туымен видео бастағаныма шок болып отырған шығарсыңдар. Просто мен өзім негізі контентіме өзгеріс жасайын деп едім. Давайте, осы күннен бастап сіздерге сапалы әрі қызықты контент түсіруге уәде беремін. Сондықтан да достар, осы өзгеріс үшін сіздерден лайк пен каналға тіркелуді сұрағым келіп отыр. Сіздер үшін кішкене уақыт алады, ал мен үшін осындай видеоларды ары қарай түсіруге үлкен мотивация. Достар, ендеше көп созбай Нұрланбекке тамағын берейік. Кеттік. Қаяққа бараттық? О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Бәріне сәлем достар. Ау? О, кек, Чебурек, сіздермен мен Нұрланбек. Бүгінгі видеоның аты жеп қой немесе төле. Атынан білініп тұрған шығар, жеп қой немесе төле. Вот это поворот! Жеп қоясың немесе бітірмесең төлейсің. Че, ебанутый, что ли? Не жегің келіп тұрайды шал, любой нәрсе. Мына жерде мына қалаға шықтық. Пармезан. Тұқымаш. Бір любой тамақ айт. Донер бар. Донер? Жақын тұр кет. О, неше донер жейсің? Білмеймін, өзің білесің. Өзің білесің ба қоятын? Ладно. Қазір донерға барамыз. Донерға барғаннан кейін түсіретін боламыз. Бас киім шеше өресің ба? Саламатсың. Донер қанша тұрады? 3 донер бересің. Осында. 3 донерсің нешесің? Пепсисің. Мартин ішіне жемедім. Именно осы видеоға дайындалдым қатты. Өтірет дайындалма. Ладно. Я дайындалдық. Все, достар, енді біз қазір кафенің ішіне кірдік и донер заказ бердік. Нұрланбек өзі донер сұрады. И примерно 2 килограмм донер заказ бердік. 3 штук үлкен донер. И соны сен жарты сағатта бітіру керексің. Мен ақшаны төлемедім саған. Соны сен татыр ақшаңды дайындап қой. Жоқ, потом төлейсің. Егер жеп үлгермесең. 2 килограмм донерді 30 минутта бітіру керексің. Болды ма? Егер бітіре алмай қалатын болсаң, не істейсің? Төлеймін саған ақша. Егер, достар, мен осы тамақтарды жеп қоямын. Достар, егер де мен осы донерларды жеп қоя алмасам, онда мен оған ақшаны төлейтін боламын. Неше теңге тұратын еді? 3000 тұрады почти. 2650 теңге тұрады. Егер де мен 30 минутта жеп қоя алмасам, сол 3 донерді, мен оған 3000 теңге төлейтін боламын. Сөйлейтін боласың. Төлейші. Мынау общий неше килограмм болады примерно мынау? Стандарт. 2 килограмм болады шығары. Жақсы, рахмет. Ох. Өтмей ма? Құлат олсаң ja? Не? Мынаны қарай. Мынаны сен өзің бітіру керексің. Достар, менің эмоциям өте қорқынышты. Мен қазір қорқып тұрмын өте. Мен қорқып тұрмын. Мен кәдімгі қорқып тұрмын. Неге тоймай қалатын ау? Ойлайтым. Қойшы. Өтпей қалды, ладно. Осылай түсіреміз. Өзім қарап шошып кеттім. Достар, донер столға тасталды. Біздің челлендж басталды. 5 минутта шығарып жіберді ойдан. Ақын ол. Все, 30 минут 10 секунд ладно, қосымша. Все, кетті уақыт. Ертерек бастақ қойдың. 10 секунд қосымша бердім саған. Қосымша 10 секунд дайындауға, сок құйып алуға. Сокты өзің құй. 10 секундтың кетеді сол. И татыр бір сразу бастап кеттім ба не? Айтшы қалай дәмі вообще. 30 минутың бар ғой, асық бар. Достар, менің тактикам Нұрланбекті асықтырмаймын.
ой, блин, специально уақыт созып әңгімеге тартатын болам. Блин, бірақ естіп отыр ғой да. Все, 30 минут кетті баяғыда уже. Достар, 29:37. енді менің санауым бойынша бір донерға 10 минут кетеді. Сондықтан мен оны асықпай жедім оны. Қайдан санадың оны? Мықты санайсың? Иә. Все, да. Жүр, сөйлей бер, уайымдамай. Уайымдамай сөйлеймін ғой. Маған да стакан алып қойдым, еш бірақ ішпеймін. Ранбек. Достар, еще қосымша кола алдым, иә? Не үшін? Запивать ету үшін енді өйткені мен сухой донер. Кола тез қортама. Иә. Лучше ашып тұрған жақсы еді, қазір тағы уақыт кетіп қалады. Все, давай. Асықпа. Достар, не? Қасықпа екен. Мына жерге қойып қояйын. Міне уақыт. Чинчинді жағын. Не істеп отырсың? Салфеткамен сүртіп өзінше. Әйтеуір жүрген менде бір ғаріп Еші еман, 5 минуттың өтті. Жоқ, нормально үлгеріп атсың. По графику. Ох, ё, вкусил. Соға Вообще донер жемей келді, неше болып көп болған сияқты ғой. Бірге отырып жемей келді. Бір жет. бірге отырып Кетші. Қашан бір жет орын жедім ба, не? Ничего себе, маған өтпей. Мен айтам, бір ай бұрын. Өтірік айтып, бір жет. Достар, Ладно. бір ай бұрын. Уақытың бар, по идее. Асықпа. Сен маған 10 минутта шөне қойын деп. Жоқ, оны айтам, уже 6 минут өтті. Міне, 24 минут бар. Біреуін енді бітірейін деп жатыр. 4 минутта бітіремін. Самоуверенный, да? Уверен. Маған секіру керек кішкене. Тамақты кішкене батыру үшін. Қумаш, уақытың өтіп қалған. Бір орында. Нормально. Күш секіріп қоясың ғой. Иә, 1,2 метр секіру. Тамағың тарқап кетті ма сразу? Иә. Сүртіп атсың ғой ше мына жақты. Аузын сүртуге көп уақыт кетті. 23 минутым бар. Біреуі нормально кетіп жатыр, иә, біріншісі. Қатты асып атқан жоқсың ғой енді. Сухой. Сухой? Донер что-то сухой, да? Жаловаться это. Майонез бересіз. Соус жақ жеп. Нұрланбек жемегеліне көп болған тоже бір апта болған. Бір ай. 5 күн. Көп болған жемегел. Сөйтіп жазып кетіңіздер.
көрейік. Қаншалықты донер жақсы көресіздер, соның барын комментарийді оқимын мен, короче. Нұрланбек вообще жеңе алады деп ойлайсыздар ма? Осы 20 минутта бітіре ала ма? Кумаш? Все уже сдаваться етеді, ну почти. Неге? Қиын ба не? Иә. Асықпай жеш, демалып қойшы бар. Жүгіріп қойшы. Жүгірмек. Давай. Упражнение жасап білемін. Ультра айтып па, мен уақыт созу үшін. Мақаным шығып кетті ма не уже? Қақпай қойшы, көрсекші вообще. Не? Жоқ шығарып, деші. Тойып кетті не, походу уже. Оны бір донер, бір жарым донер ішінде болсашы. Жаттығу жасақ қойдысайшы бар. Еще көп, мен қатты көп жинағам. Күттай болған екенсің еще. Кишкаблудты білесің ба, ана? Вася кишкаблудта, короче, сол келеді да. Бесеуін жейді, қысым келіп кете ма? Жоқ, бесеуін жеп қояды ол. Сосиска жейді ғой ше, ё-мо. Не алып, өзін жеп. Ну не, газон. Газон. Все, давай. Қиналып кеттің ғой? Жарты тұзып кетіп почти. Андар, соус енді шығып жатыр. Хуман же соус. Бір секунд ұйықтап көрдім. Бір жарым донер жеп қойдың не уже? 15 минутта бір жарым жеп. 15 минут, ойлаңыздаршы, 15 минутта бір жарым донер жеп қойды. Ромал. Еще оның алдында үйден тамақ ішіп шықтың ау не, сен походу жұмыртқа жеп шықтың не? Кішкене. Айттым ол, аш қарынға шықты. Достар, ойлаңыз, сіз комментарияға жазып кетіңізші. Жеп бітіре аласыз ба вообще 3 донерді 30 минутта? Вообще обычно донерға барған кезде неше донер жейсіздер? Соны жазып кетіңіздер комментарияға. Қызық болады. Мен мысалы тек бір донер жеймін. Нұрланбек болса, уже бір жарым донер жеп қойды. Кішкене уақыттың ішінде. Қумаш еді. Хотя бы жартысын бітіріп қойшы. Асып қой кішкене. 15 минутын бар. 15 минутын бар қалай? Шын ба? Шын ба? Ұтылдың ба? Демалап тұр. Сың кеп кетті ма? Қумаш еді. Беті оны жоқ қойшы. Сықын кетіп тұр, көзінен жақсы шығып кетті. Қумаш деп қалай қатты жедің әсін? Үлкен донер екен еще достар қараңдаршы. Мен негізі контентіме өзгеріс жасайын деп едім. Давайте, осы күннен бастап сіздерге сапалы әрі қызықты контент түсіруге уәде беремін. Сондықтан да достар, осы өзгеріс үшін сіздерден лайк пен каналға тіркелуді сұрағым келіп отыр. Сіздер үшін кішкене уақыт алады, ал мен үшін осындай видеоларды ары қарай түсіруге үлкен мотивация. Достар, ендеше көп созбай Нұрланбекке тамағын берейік. Кеттік. Қаяққа бараттық? О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, Бәріне сәлем достар. Ау? Оу, кек, чөрек, сіздермен мен Нұрланбек. Бүгінгі видеоның аты жеп қой немесе төле. Атынан білініп тұрған шығар, жеп қой немесе төле. Жеп қоясың немесе бітірмесең төлейсің. Вы что, ебанутые, что ли? Не жегің келіп тұр айтшы ал, любой нәрсе. Мына жерде мына қалаға шықтық. Пармезан. Тұқымаш. Бір любой тамақ айт. Донер бар. Донер? Жақын тұр кет. О, неше донер жейсің? Білмеймін, өзім білесің. Өзім білесің ба қоятын? Ладно. Қазір донерға барамыз. Донерға барғаннан кейін түсіретін боламыз.